Интернеттен діни мәлімет алу қауіпті тұстары көп. Адамның санасын жаулау үшін енді дінге бет бұрып жатқан адамдар өзінің құрған құрығына түсіру үшін артында біздің ұстанып отырған мәсхабымызға, болмаса дәстүрлік ұстанымымызға, ұлттық құндылықтарымызға жақындайтын сондай тақырыптар, сондай сайт болсын, парақша болсын сөйтіп ашып қойып, сол арқылы өзінің адамдарын жинау арқылы саны ұлауға да әрекет қылады. Иранды алайық. Иран Ислам Республикасы. Бірақ ол Ислам Республикасы 100 жылдан бері келе жатқан жоқ. Ол 1979 жылдан бері. Sonra революция болды, содан бастап Ислам Республикасы. Айын 79 жылға дейін ол елді патша басқарды. Ал халықтың сол кезде тұрмыс тіршілігімен қазіргі әйелдердің киінуі, ер азаматтардың киінуі, сол кездегі заңдарды қараңыз. Айын қазіргі қоғаммен қараңыз, екеуін салыстырып екі бөлек. Енді ол халық неге ондай нәрсеге жетті? Айналып келген кезде, енді өзі интернет болмағанымен, мына уағыз насихат деген кассетамен халыққа жетті, қолдаушылар саны көбейді, сөйтіп елде төңкеріс жасау арқылы сондай мақсатқа жетті. Бұл да егерде біз мұның алдын алу жұмыстар жүрмейтін болса, оған қарсы бізді қарсы насихат жүрмейтін болса, бізді елде сондай нәрсе келмеу. Сенім бұл құрылыс саласы емес. Үйді көрдің, бір жері қисып кетсе, оқымына қисып кетті, бұзып соқ қайтадан өре салатын. Бұл сенім қалай қатты, бұл солай жүреді адам. Сондықтан интернеттен білім алудың қажеті жоқ. Өйткені біз енді қазір дін мәселені зерттеу орталығында осы интернет кеңістігімен жұмыс жасап отырған мамандарымыз бар. Күмәнді деп танылған сайттарды дін істер комитетінің жолдап жатады. Муфтияттың тікелей қарасты филиалдар, біздің бүкіл мешіт муфтияттың филиалы ғой. Солардың муфтияттың осы филиалдарының дайындаған материалдарын солардан алу керек. Соларға жүгіну керек. Ал өздігінен іздеп қарауға болмайды.